Армысыз, әңгіме сүйер тыңдарманым, каналыма тіркеліп, лайк басып, әңгіменің соңына дейін тыңдап қолдап отырыңыздар. Гүлзиямен әңгімелескен соң, Нұрымовтың көңіліне түйгені, Рауанның үйден кетуіне тек әкесінің ұрғаны себеп болмаған. Бала соңғы 2 жылда әке-шешесімен тіл табысудан қалған. Қайта-қайта үйден қашуының мәнісі де содан болса керек. Яғни, оның жан дүниесін аласапыран етіп, тыныштығын бұзып жүрген жайттар бар. Әрине. Соның бірі, анасы Гүлзияның әкесі үйде жоқта, бөтен еркекпен түн ішінде әмпәй-жәмпәй оңаша отырғаны. Рауанның пайымдауы бойынша ғой. Десек, екіншісі көл оқиғасы секілді. Өйткені, бұл жөнінде Рауанның жұмған аузын ашпауы, Ештайдың күміжіп жалтаруы жайдан жай емес-ау. Нұрымов асығыс жиналып, Ештайдың жұмыс орнына тартып кетті. Рұқсат сұрай есіктен кіріп келген капитанның даусын естіп, еденге түскен бірді-екілі қоқыстарды бүкшіңде теріп жүрген Ештай басын тез көтеріп алды. Кешіріңіз, деді ол қолайсыз жағдайда ұшырасқанына ыңғайсызданып. Кеңсе сыпырушы жөндеп тазаламағасын амал жоқ өзім. Аузына жөнді сөз түспей, онсыз да қызарақтаған қызметкерді ұялтқысы келмеген Нұрымов мән бермеген сыңаймен жоғары өтті. Онсыз да жұмыстарыңыз бастан асып жатқан сіздерге қосымша бейнет тауып бердік-ау, деді Ештай үстел басына жайғасқан соң заңды қызметкерінің алдында ақталғандай. Неге олай дейсіз? Бұл біздің міндетіміз ғой. Дегенмен де полицияда мұнан гөрі маңыздырақ істер бар шығар. Нұрымов Ештайдың бетіне аңтарыла қарады. Бұл қай сөзі? Баласын жоғалтқан әке үшін бұдан маңызды қандай іс болуы мүмкін? Әлде оқиғаның мәнін төмендеткен түрі ме? Біз үшін істің маңыздысы маңызсызы болмайды, деді Нұрымов қатқылдау сөйлеп. Өтініш түскен екен, тексеріп анықтауға тиіспіз. Дұрыс қой, мен бұлай Рауандікі жай балалық ба деп, ал меніңше тіпті олай емес. Сонда қалай? Айтыңызшы, сіз не себепті ұлыңыз үйден қашатын күні бастығыңыздың қонақта отырғанын жасырғыңыз келді? Сізге бәрін жеткізген екен ғой, деді Ештай басын шайқап. Бірақ бұл жерде Айекеңнің ешқандай қатысы жоқ. Ол кісінің атын мұнда қосақтағанымыз тіпті ұят. Ертең құлағына жетіп, балаңның жоғалғанына мен кінәлімін ба, десе, бетіне қалай қараймын? Бастығыңызға шаң жуытқыңыз жоқ-ау? Біздің отбасына деген ықылас пейілі, ерекше жанның бетіне қалай топырақ шашпақпын? Деді Ештай ақтала қынжылып. Мұнда жұмыс істегеніңізге қанша уақыт болды? 2 жылдан шамаласты. Ашығын айтсам, менің осында орналасуымның өзі Айекеңнің арқасы, деді Ештай риза пішінмен. Осындай бай, алпауыт кәсіпорынға білдей қызметке тұру кез келген жанға бұйырмаған шығар. Ал маған ойламаған жерден орайласа кетті. Бір үлкен тойда біздің үйдегі замандасыңыз шырқатып ән салғанда, сөйтсек сол жиында Айекеңде отыр екен. Ән оған қатты ұнапты. Үзіліс кезінде арнайы бұрылып Гүлзияға алғысын айтты. Менімен танысты. Содан не керек, 1 апта өтер-өтпес Айекең өзінің кабинетіне шақырып, маған қызмет ұсынды. Қараймын, әжептәуір лауазымды қызмет, табысы да жақсы көрінеді. Шағын мекемеде көптің бірі боп таңертеңнен кешке дейін қағаз кемірген байғұс басым қуана келістім. Расында, Айекең бізге көп жақсылық жасады ғой. Ештай бастығы жасаған жақсылықтарды шұбырта жөнелуге сәлек қалып, артынша қарсы алдында заң қызметкерінің отырғаны есіне түсіп. Мен үшін ол кісі ең бір жанашыр, ең бір жақын туысындай көрінеді, деп әңгімесін қысқа қайыра салды. Әй, аңқау неме, бұл не қылған батпан құйрық? Айдалада жатқан құйрық демекші, сол жақсылықтардың өтемі болатын қалай білмейсің? Деп іштей мүсіркеген Нұрымов кенет Айтемірдің түнделетіп үйіне келгені туралы Гүлзия күйеуіне айтқан кезде, оның тәуір қыз келіншектерді көргенде біздің Айекеңнің осылай тежегіші ұстамай қалатыны бар, деп
шиық-шиық күлгені есіне түсіп, аяқ астынан бойын қатты ашу қысты. Ей байғұс, қу сүйекке алданған иттей опасыз дүниенің қызығына малданғанша, бір сәт намысты да ойласаң етті, деп зекіп жіберуден өзін өзі әзер тежеді. Ешбір негізсіз ерлі зайыптылардың арасына түсуге құқы жоқтығын ескеріп, мүдіріп қалды. Ең бір жанашыр, ең бір жақын туысыңыздай болғасын екен ғой. Жанынан тастамай, өзімен бірге көлге де ертіп барғаны, деді Нұрымов мысқылдай. Ах, сіз бұл туралы да біліп үлгердіңіз бе? Деді Ештай орнынан қозғалақтай тыпыршып. Ендіше, менің қызметімнің өзі осы емес пе? Егер әлдекім бізден сыр жасырғысы келсе, керісінше біз сол құпияны анықтағанша асығамыз, деді Нұрымов байсалды түрде. Жоқ, мен сыр жасырғандықтан емес, онда айтқыңыз келмегендіктен шығар. Ие, не себепті айтқыңыз келмеді? Айекеңнің атын кірістіруден ыңғайсыздандым. Демек, көлге бірге бардыңыздар ғой. Ие, ал ол жақтан неге ерте қайттыңыздар? Бастықтың мазасы болмады. Өтірік, деді Нұрымов саңқ етіп. Тағы да жасырып тұрсыз. Егер ұлыңыз тезірек табылсын десеңіз, ештеңені бүкпей айтыңыз. Айтқанда бір... Термоншақтары самайына құйылған Ештай бастай берген сөзін жұтып қойды. Неге бөгелдіңіз? Жалғастырыңыз. Жоқ, айта алмаймын. Қинамаңызшы. Яғни, көл басында жайсыз бір оқиға болды ғой. Үнсіздік. Егер сіз айтпасаңыз, амал жоқ. Бастығыңыздан сұрауға тура келеді. Жоқ, Айекеңді мазаламаңыз, деді Ештай шарпыры шыға күйгелектеп. Ол кісінің бұл жерде ешқандай қатысы жоқ. Алайда, бастығыңызбен сөйлесуге мәжбүрмін. Нұрымов екінші қабаттағы қабылдау бөлмесіне көтерілді. Күлімкөз хатшы қыз тікелей байланыс тетігі арқылы келген кісі туралы бастығына мәлімдеген соң, көп күттірмей-ақ капитанды ішке өткізді. Ат шаптырым үлкен бөлменің табалдырығынан бастап, төрге дейін қып-қызыл құлпырған кілем төселіпті. Бір қабырғаны тұтастай алған терезеге әппақ шілтер тұтылған. Осынау ақ-қызыл түске жарқыраған қара қоңыр кабинеттік жиһазда барынша үйлесіп тұр. Айтемір жасы елулерден енді асқан көрікті. Маңғаз жігіт ағасы екен. Үстіндегі үлкен талғаммен тігілген қара көк костюм өзіне ерекше жарасып, ақ құба өңін аша түскен. Орнынан тұрып, қонағына оң қолын созған Айтемір, төрлетіңіз, деді сыпайы күлімсіреп. Ұсынылған орындыққа отырып, өзін таныстырып өткен Нұрымов, сіз осыдан 2-3 күн бұрын Ештай деген қызметкеріңіздің үйінде қонақта болған екенсіз, деді әңгімені алыстан орағыта бастап. Сол-ақ делік, бірақ мен оған дейінде, одан кейінде қонақта болып жүрген адаммын, деді Айтемір сөзін әзілге бұра. Дегенмен де, сол күні үйінен қашып кеткен Ештайдың ұлы әлі қайтып оралмаған. Нұрымов бұл хабардың қалай әсер ететінін байқау үшін тыңдаушысына қадала қарады. Жұмсақ креслода шалқая отырған Айтемірдің сол жақ беті жыбыр етіп, ұялы үлкен көздері сығырая қалды. Сіз не сонда, баланың жоғалғанын менің көргелі тұрсыз ба? Деді ол езуіне мысқыл үйіріле. Дәл бұлай деуге әзірге дәлелім жоқ, деді Нұрымов сабырлы қалпын сақтап. Бірақ баланың осының алдында да үйден қашқан түні. Өзіңіздің сол үйде отырғаныңызды қалай түсіндіреді екенсіз? Сен менің қай қыз келіншекке барғанымды да жіпке тізіп жүрмең? Деді Айтемір ашу үстінде бірден сенге көшіп. Ол жағы мені аса қызықтырмайды, деді Нұрымов жай бірақыт. Маған сол түні баланың не үшін үйден қашып шыққанын түсіндірсең жетеді. Мен оны қайдан білейін, деді Айтемір зеки сөйлеп. Одан бері 1 жыл өтті емес пе? 1 жыл түгілі, қажет болса 2 жыл өткен оқиғаны да еске түсіруге тура келеді. Бұнымен не демексіз? Көл.
Осыдан 2 жыл бұрынғы көл оқиғасы ше? Ох, міне, гәп қайда жатыр? Айтемір ай-шай жоқ селектор арқылы Ештайды тез кабинетіне шақырып алды. Сен бе, көл туралы бықсытып жүрген? Деді ол есіктен имене кірген қызметкеріне дүрсе қоя беріп. Жоқ, енді кім? Гүлзия шығар. Жалғыз әйеліңе ие болмай сен не қарап жүрсің? Деді Айтемір одан сайын едірейіп. Соншалық полицияны шулататындай көлде не болып еді? Ештеңе. Әне, естідің ғой? Деді Айтемір зілдене Нұрымовқа бұрылып. Бұдан артық саған не керек? Шындық, тек шындық. Сен не өзі, мені тергеуге келгеннен саусың ба? Деді Айтемір көзі шатынай, беті күреңітіп. Байқа, кімге тап болғаныңды аңғармайтын сияқтысың. Кейін өкініп жүрме. Оны уақыт көрсетер. Айтемір тек қоқан-лоқымен тынбай, доқ көрсетіп қойғанды жөн тапса керек. Арада 2 сағат өтпей Нұрымовты қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары шақырды. Қабағынан қар жауған мосқал подполковник Нұрымовтың аузын ашуына мұршасын келтірмей біраз сілкілеп алды. Ол кісінің айтуынша, ешқандай айғақсыз, ешқандай дәлелсіз үлкен лауазымды адамдардың мазалауға болмайды. Бұл да ұят, тәжірибесіздік. Нәйеті бір бала жоғалғанына соншама шу көтеріп. Бала табылар. Табылмаса газеттерге суретін басып, іздеу жариялау керек. Басқа не амал бар? Істі сағызды соза беруді уақыт көтермейді. Кезек күттірмейтін бұдан да маңызды істер бастан асып жатыр. Осыдан 3-4 сағат бұрын бір үйден мылтық ұрланыпты. Міне, бұл өте маңызды қауіпті іс. Тезірек осымен айналысу қажет. Әрине, Нұрымов өз учаскесінде болған мылтық оқиғасымен айналысады. Бірақ жоғалған бала мәселесінде жылы жауып қоя алмас. Нұрымов қасына инспектор Саттаровты ертіп, мылтық ұрланған үйге келді. Мөлтек ауданның шет жағына орналасқан жалғыз қабатты жеке үй екен. Шағын аулаға кіре берген полиция қызметкерлерін орта бойлы, арық, селдір мұртты, елулерден еркін асқан еркісі қарсы алды. Өзін Қален деп таныстырған үй иесі келушілердің алдына түсіп, ішке қарай жорғалай жөнелді. Бір таң қалатыным, ұрылар мылтықтан басқа ешбір затқа тимеген, деді ол жолай мән-жайды аптыға баяндап. Соған қарағанда оларға керегі тек мылтық болған-ау. Жүрісі ылдым-жылдым Қаленнің аузы сөзден босар емес. Егер байлық іздеген ұрылар болса, сөз жоқ. Біздің үйден гөрі басқа дұрыстауын таңдар еді, деді ол аузы-аузына жұқпай. Тіпті адасып түскен жағдайдың өзінде құр-қол шықпау үшін дәл сол бөлмедегі шкафта жатқан 2 құндыз бөрікті жымқырмас па? Дегенмен, адал еңбегім ғой. Құндызды өзім аулап, терісін өзім илеп, бөріктерді өзім тігіп ем, балдарыма бұйырған екен. Көрші қалада тұратын 2 ұлым жақында қыдырып келеміз дегесін, соларға әзірлеп қойғанмын ғой. Бәлкім, ұрылардың еркін қимылдауына біреу-міреу бөгет жасаған шығар, деді Нұрымов өз болжамын дәлелдей бастырмалатқан үй иесінің сөзін бөліп. Қайдағы бөгет? Деді Қален 2 қолмен селдір мұртын кезек сипап. Күні бойы үйде бір жан баласы болмайды. Жұмыс істейтіндері қызметінде, балалар мектебінде. Ал үй қорыйды деген итіміз қара басып, ұрылар ішке түсіп жатқанда жағында ашпапты. Егер дауыс шығарып, шабаланып үрсе көршілер естіреді ғой. Ешкім ештеңе естімеген. Қален оң жақтағы көршісінің жалғыз басты зейнеткер кемпір екенін, күні бойы үйден аттап шықпайтынын, нан-панның өзіне көшеде өтіп бара жатқан таныс балалардың бірін жұмсай салатынын лезде баяндап үлгерді. Көбіне үй ішімен түзде болатын өздерінің «Біздің үй жаққа да көз қырыңызды сала жүріңіз», деп о бастан қарияға өтініш жасап қойғандығында ескертіп өтті. Осы 2 ортада есікке жақындап қалған заң қызметкерлеріне темір шынжырдағы үлкен төбет арсылдай жұлқына тұра ұмтылды. Әне,
Көрдіңіздер ме? Бөтен кісіні көрсе, тура шайнап тастауға бар, деді Қален, итті үйшігіне кіргізіп, есігін сыртынан жауып жатып. Полицейлер Қаленнің, егер байлық іздеген ұрылар болса, сөз жоқ, біздің үйден гөрі басқа дұрыстауын таңдар еді, деген сөзінің жаны бар екендігіне де көп ұзамай көз жеткізді. 4 бөлмелі үйді тегіс аралап шыққан Нұрымов ешқандай жарқыраған бұйымдарды көре алмады. Тіпті 1-2 бөлмеге кілемде тұтылмаған, едендерге көнелеу алашалар төселген. Ұры түскен бөлмеде ескілеу шкаф пен үстел ғана тұр. Аула ішінде бақ жаққа қараған 2 терезеге арзандау матадан тігілген перде тұтылыпты. Капитан мырза, ұры ішке желдеткіш арқылы енген, деді Саттаров, із кесудің нәтижесін баяндап. Соған қарағанда ұры шағын денелі адам. Қолына қолғап киіп алған болу керек, еш жерге саусақтардың таңбасы түспеген. Даланы тексер, терезенің тұсына аяқтың ізі түсуі мүмкін, деп көмекшісін сыртқа жұмсаған капитан үй иесінен мылтықтың қай жерде сақталғанын сұрады. Қален иегімен шкафтың үстін меңзеді. Орындықтың үстіне шыққан Нұрымов, мылтығыңыз қандай еді? Деді шкафтың үстіндегі баттасқан шаңның ортасындағы ұзынша таңбаға үңіліп жатып. 16 калибрлі, жалғыз ауыз. Рұқсат қағаздарыңыз реттелген бе? Әлбетте, кез келген аңшы алдымен қағаздарын тәртіпке келтіреді ғой. Қален шкафтың ішінен бел ортасының кендір жіппен мұқият байланған оқушының сөмкесін шығарып, аузын шешіп, ішінен керекті құжаттарын біртіндеп көрсете бастады. Аңға жиі шығатын бедіңіз, деді Нұрымов қағаздарды тексеріп жатып. Ой, оған уақыт қайда, жұмыстан қол босай бермейді. Оның үстіне тоутасты шаршамай, кезіп жүретін жастан өтіп барамыз ғой, деді Қален, 2 қолмен селдір мұртын кезек сипап. Біздікі сол, анда-санда маусым ашылған кезде қаланың сыртындағы көлге барып, аздап шүреге ату. Аңға біреулермен серіктесіп шығасыз ба? Негізінен жалғыз шығамын. Айтпақшы, кейде 8 класста оқитын ұлымды қасыма ертетінім бар. Басқа? Басқа ешкім. Үзілді кесілді жауап қайтарған Қален артынша айнып шыға келді. Тоқта, есіме енді түсті. Былтыр 2 рет баламның кластасы ілескен. Аты жөні? Есімде жоқ. Қален жылдам дәлізге шығып кетіп, қасына түрі өзінен аумай қалған орта бойлы, арық, 14-15 жасар баланы ілестіріп қайта кірді. Әлгі былтыр бізбен бірге аңға барып жүрген баланың аты кім еді? Деді ол, ештеңенің байыбына жете алмай аңырап тұрған ұлына. Рауанды айтасыз ба? Мен қайдан білейін? Сол атын ұмытып қалғасын сенен сұрап тұрған жоқпын ба? Деді Қален сұраққа сұрақпен жауап қайтарған ұлына зекіп. Ол Рауан ғой. Қай Рауан? Деді Нұрымов, жұлып алғандай. Сол ма, әлде сол емес пе деп ойлаған. Өкінішке орай сол екен. Демек, істің анық насырға шапқаны. Капитан мырза, терезенің тұсында із қалыпты. Аяқ киімнің таңбасы, кішкентай размерлі, деді сырттан кірген инспектор із кесудің қорытындысын баяндап. Содан соң, иттің ұрыны байқамай қалуы мүмкін емес сияқты. Терезе иттің үйшігіне өте жақын. Соған қарағанда, егер иттің шу көтермегені рас болса, ұры бұл үйге бұрын талай келіп жүрген. Танымал адам-ау. Алло, Гүлзия ме екен? Тыңдап тұрмын сізді. Бұл капитан Нұрымов қой. Рауанның дерегі шықты ма? Деді телефонның екінші басындағы әйелдің даусы жарықшақтана. Жоқ, әзірге ешқандай дерек болмай тұр. Біз мектептегі сыныптастарымен де тегіс сөйлестік, өкінішке орай. Олардың ешқайсысы ештеңе білмейді. Бірақ сіз көп ойымдамаңыз, ұлыңыз табылады, деді капитан жұбата сөйлеп. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Тек бұл үшін жан-жақты көмек қажет. Мен көмектесуге қашанда әзірмін. Ендеше айтыңызшы, өткенде Рауан 2 рет үйден қашып кеткенде, 10 күннен кейін бір полиция қызметкері әкелді деп едіңіз. Сол 2 ортада ұлыңыз қайда жүріпті?
Бір бейтаныс баланың үйінде. Ол не қылған бала? Аты жөнін білмейсіз бе? Ұмытпасам, аты нәдір болу керек. Полицейдің айтысына қарағанда бұзық бала. Онымен ұлыңыз қалай танысып жүр? Кездейсоқ, екеуі темір жол вокзалында ұшырасыпты. Нәдірдің мекенжайын білесіз бе? Жатқа есімде жоқ, бірақ полицей айтқан кезде қажеті боп қалар деп кітапшама түртіп қойған едім. Қазір қарап жіберейін. Біраз үнсіздіктен соң Гүлзия сөзін қайта жалғады. Міне таптым. Айта беріңіз. Шиелі көшесі 89-шы үй. Қаланың шет жағы болды ғой. Иә, сол темір жолдың маңы-ау. Нұрымов қаланың батыс шетіндегі Шиелі көшесін тез тапты. Жалғыз машина әрең сыйғандай тар көше екен. Қиыршық тас төселген иір жолды бойлай жүріп отырып, іздеген үйінде жылдам тауып алды. Аласа жатаған үйдің қақпасы құлыптанбапты. Ішке өтіп, есікті қағып еді, арғы жақтан «Кіре бер» деген қарлығыңқы дауыс естілді. Үй иесі 70-терге барып қалған бүкірейген қара кемпір екен. Полицей формасындағы Нұрымовты көріп, қатты сасқалақтап қалды. Тыныштық па, әйтеуір? Еш абыржымаңыз, апа, тыныштық, деді Нұрымов. Ас үй жақтан қалбалақтай шыққан қарияны иығынан сүйеп, орындыққа отырғызып. Қайдан білейін, әлгі нәдір жүгірмек тағы бір нәрсені бүлдіріп қойды ма деп. Қауіптенуіңізге қарағанда нәдіріңіз жайсыздау, деді Нұрымов жақаурата сыр тартып. Қарағым, менікі қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым дегеннің кері ғой. Нәдіріңіз жалғыз беді? Оның несін сұрайсың, деді кемпір көкірегі қарс айрыла күрсініп. Кезінде бұл үйде өрімдей балада келінде болған. Құдай бұйыртса, құшағым немерелерге толар деп, талай тәтті қиялға да берілгенмін. Амал қанша? Төрімнен көрім жақын мына қалтаңдаған жасымда сопиып, жалғыз немерем қалғасын. Кешіріңіз, мен бұл жағын білмеушем. Білгенде не пайда? Деді қария қапалана күйзеліп. Білгендердің қайсысы істің ақ қарасын ажыратып жатыр. Сөз сөйлері барлары құтылып, сөз сөйлері жоқтар тұтылған алмағайып, құйтырғы заман емес пе? Шындық іздеп шырылдаған қорғансыз жетімектің басын тауға да, тасқа да ұрып, бет алды сенделіп қалғаны анау. Кейде өзін ақыл есінен ауытқып кетті ме деп қорқамын. Апырайы, ендіше 5 жасында әкесі, көз алдында шешесін бауыздап тастаса, оңай дейсің бе? Қайтал сол жерде тірі қалғанына шүкір. Немереңіз қазір қаншада? 18-де. Білдей жігіт бопты ғой. Жігіт болғасында өткенің бәрін қайта қопсытып, қолда аяққа тұрмай аласұрып жүргені. Сонда оның мақсаты не? Шындық. Әке-шешесі туралы бар ақиқат шындықты білгісі келеді. Білгісі келсе ше? Маған салса, ескі жараның аузын тырнаудың қажеті жоқ. Оның үстіне, бұл іске қатысы бар адамдардың ештеңеден тайынбайтынын мен жақсы білемін. Сондықтан да, ендігі қалған жалғыз тұяқ немеремнен көз жазып қалғым келмейді. Сонда қалай? Немереңіздің құлақ шөбін көтеріп жүрген біреулер бар ма? Кім болушы еді? Кәдімгі хат. Әкесінің хаты ғой, мұның мазасын алып жүрген. Үздік әңгімеден Нұрымовтың ештеңе түсінбеген байқаған қария. Мен саған жөндеп түсіндірейінші. Өзің бір жүзі жылы жан екенсің. Бәлкім нәдір жанға басу айтып, райынан қайтаруға септігің тиер, деді оқиғаны басынан баяндауға ниет қылып. Әркімдікі өзіне ай көрінер дерсің, бірақ шын мәнінде менің ақшорам жігіттің сұлтан еді ғой. Көркіне ақылы сай, 8 қырлы, 1 сырлы дегеннің дәл өзі болатын.
Қалыңдығы да өзіне саймасай лайығымен кездесті. Ажар десе ажарлы еді-ау. Институт бітірген жылы екеуі қосылып, кейін дүниеге Нәдір келді. Нәдірдің алғаш күлгені, алғаш рет қағаз басқаны, ең алғаш сөйлегені, бәрі бізді шексіз қуанышқа бөледі. Бірақ тағдыр басқа салса, шат-шадыман тасыған көңілдің де әп сәтте су сепкендей басылатынын кім білген. Бірде бала мен келін үлкен бір тойға қатысқанды. Сол жиында Ажар ән салыпты. Ән үлкен бір бастыққа қатты ұнаса керек. Үзіліс кезінде ол арнайы бұрылып Ажарға алғысын айтыпты. Ақшорамен танысыпты. Содан не керек? Бір апта өтер-өтпес әлгі бастық Ақшораның кабинетіне шақырып, қызмет ұсыныпты. Аяқ астынан мұндай қамқорлықты күтпеген Ақшора, үймен ақылдасайын дейді, бірден жауап бермей. Бұған үйдің үлкені мен не дейін? Ішім секем алып тұрған мен, өзің біл қарағым, дедім бірден жолын кескім келмей. Ал Ажар, туй, бұл деген керемет қой. Сондай бай, алпауыт кәсіп орынға, білді қызметке тұру, кез келген жанға бұйырмаған шығар. Әрі табысы да жақсы екен. Мұндай мүмкіндікті жіберме, деп елпілдей жөнелсін. Шағын мекемеде көптің бірі боп жүрген Ақшора, соның артынша ұзамай жаңа қызметке ауысты. Сол екен, тұрмысымыз түзеліп сала берді. 3 бөлмелі жаңа пәтер, жарқыраған шетелдік жиһаздар, бірінің артынан бірі тоғытылып жатты. Бәрі тап бір ертегідегі сиқырлы таяқшаның құдіретімен ғайыптан орындалатындай. Келе-келе мен осынау өлшеусіз жомарттықтан күдіктене бастадым. Бұл не қылған батпан құйрық, айдалада жатқан құйрық, деген ойға қалатынды шығардым. Сөйтсем, бір мереке қарсаңында үйге қонақтар шақырылды. Ішінде бізді жарылқаушы Ақшораның бастығы да бар. Қимылы да, сөзі де тым еркін жігіт екен. Ешкімнен қысылып қымтырылмай, қарқылдай күліп, бүткіл кеш бойына жұртты аузына қаратты да отырды. Мол дастарханнан әбден тояттап, арақ-шарапқа қызған меймандар бір кезде үйіне тарайтын болды. Елдің алдына түсіп, маңғаздана басып есікке барған үлкен бастық аяқ киімін киіп жатып, қасында ілтипатпен плашын ұстап тұрған Ақшораға, «Әй, бәтеңкемнің бауын байлап жібер», дегені. Бастығының бұл қылығын я мастыққа, я кісілікке жоруды білмей аңырған үй иесіне, «Әй, сен не, кереңсің бе?» деп ол одан сайын шікірейсін. Өмірінде басынан сөз асырып көрмеген намысшыл Ақшора мұндайға қалай төзсін? Төзбеді. «Бауыңызды өзіңіз байласаңыз, ішіңізде бала тіреп тұрмаса керек», деп қойып қалды. Ал бұл сөз әрине бастықтың қанын басына шапшытты. «Әй, жетесіз, егер маған атқосшы болуға жарамасаң, мен сені не үшін әлпештеп жүрмін?» деді ол жерге шырт түкіріп. «Мә ендеше, сол бар жақсылығының қарымтасы», деп Ақшора бастығын тұмсыққа салып жіберді. Жұрт у-шу, бәрі Ақшораны кінәлап, Ақшораны жазғыруда. «Бауын байла салсаң, нең кетеді еді?» деп Ажарда Ақшораны айыптады. Үнсіз қалған тек жалғыз мен. Осыдан кейін-ақ Ақшораның ісі құлдырай жөнелді. Сүрінген үстіне сүріне берді. Бүйтіп титықтағанша, бастығыңның аяғына жығылып, кешірім сұрасаңшы, бәлкім қайта иілігер, деп Ажар талай рет үгіттеп те көрді. Бірақ Ақшора сол мәрт күйінен танбады. Ақыры өз еркімен жұмыстан шықты. Алайда қырсықтан құтылған ол жоқ. «Қайда барсам да қорқыттың көрі», деп жүрген жерінің бәрінде ылғи жаңа бір кедергі әзір тұратын. Аттап басқан сайын аяғын тұсағын бөгеттермен алыса әбден жүйкесі тозған Ақшора
Апа, дүниедегі ең ауыры көзге көрінбейтін соққы екен, деп жаралы арыстандай шиыршық атқан кезде мен шындап сасайын дедім. Саспаған тек Ажар. Сенің жалған намысың кімге керек? Айтемірді бәрібір жеңе алмайсың, деді ол жымың-жымың етіп. Айтемір дейсіз бе? Нұрымов қарияның сөзін бөліп жіберді. Иә, атың өшкір со бір бастықтың аты Айтемір болатын. Түсінікті. Танушы мен оны. Естуім бар. Жарайды, мен әңгімемді жалғастырайын, деді кемпір үзілген сөзін әрмен қарай сабақтап. Келіннің әлгі сайқал күлкісінің мәнін кейін түсіндік қой. Адам аласы ішінде деген рас екен ау. Төркінме қыдырып қайтайын деп, баласымен үйден кеткен Ажарымыз қарғыс атқыр. Айтемірдің саяжайынан бірақ шыққасын солай демегенде не дейін? Бұл сыбысты құлағы шалған Ақшора бірден сонда тартпай ма? Келсе, бұлаңдаған Ажар жаялық үтіктеп тұр. Бұл не? Дейді көзіне қан толған Ақшора жер тепсіне тістеніп. Көрмей тұрсың ба? Жаялық қой, бірақ саған емес, дейді Ажар. Ұрлығының үстіне түскен күйеуінен қымсынудың орнына миығынан күліп. Ал ендеше, өзің әзірлеген ақ жаялыққа мәңгіге оран, деп жанары тұманданған Ақшора үстелдің үстінде жатқан пышақты қолына алып, келіншегінің тамағынан орып жібереді. Қып-қызыл қан, шешесінің бауыздау қанына шомылып, шыр-шыр еткен бала. Сот Ақшораны кісі өлтіруші ретінде 15 жылға түрмеге жапты. Ал оңаша саяжайда бір жеті Ажармен сауық сайран құрған Айтемір үстіне су жұқтырмай бәрінен оп-оңай сытылып кетті. Ақшора абақтыда 8 жыл отырды. 8 жыл тырс етіп үн қатпаған ол, баласы тура 13 жасқа толғанда бірінші рет хат жолдады. Хат Нәдірге арналыпты. Ақшора арының тазалығын түрмеден шыққан соң мүлдем жаңа өмір бастайтынын, ұлын өте жақсы көретін жазыпты. Осы бір хаттан кейін бұған дейін сүтке тиген мысықтай елдің бәріне сырттап жүретін Нәдір екі қолын шапаттап, бөркін аспанға атпағанмен ептеп беті бері қарай бастады. Әлсін-әлсін әкесі туралы сұрайтын болды. Байқаймын, көкесі жайлы жақсы әңгімелер көңіліне жағатын сияқты. Ондай сәттері екі көзі жәудірей, тәтті қиялға шомып, сөзімді тыңдай беруден еш жалықпайтынды. Тек амал қанша, сол бір жаңадан бүршік атып келе жатқан баланың әкеге деген нәзік сағынышы жапырақ жайып, көктеп үлгермеді ғой. Ақшора түрмеде өзін өзі асып өлтіріпті деген суыт хабар бар үкілі үмітіміздің түбіне балта шапқан еді. Бұл хабар бәрінен де болашағына енді ғана сенім арта бастаған Нәдірге ауыр тиді. Әже, айтыңызшы, алдына үлкен мақсат қойған адам қалайша өзін өзі өлтіреді? Мен бұған сенбеймін. Өткендегі хатты жазған расында менің әкем болса, ол өзін өзі өлтіру мүмкін емес, деп зар илегенін көрсең. Әлде бір әділетсіздікті жаны сезіп, шырылдаған байғұс баланы мұндайда не деп жұбатқандайсың? Қосыла егіліп, қосыла жылағаннан басқа лажым қайсы. Осыдан кейін-ақ Нәдір күрт өзгерді. Тез ашуланып, тез жанжалдасатынды шығарды. Жанжалдың соны көбіне төбелеспен аяқталатын. Содан кім бұзық, Нәдір бұзық, кім сотқар, Нәдір сотқар атанды. Көбіне үйдің бетін көрмей, сыртта тентірейді. Әсіресе түрмеден шыққандарға үйірсек. Біреудің абақтыдан шығыпты дегенін естісе, іздеп жүріп қалайда тауып алады. Байқаймын, сондағы сұрайтыны әкесі туралы. Темір тордан босанғандардың ішінен бірі болмаса бірі әкесі жайлы
бар шындықты біліп қалар деп ойлайды ау. Әңгімесін аяқтаған қарияның жүзі сондай мұңлы еді. Жас өмірі өксікке толы, болашағы тұманды немересінің аянышты тағдыры қабырғасына қатты бататын сияқты. Жігері жасып, амалы таусылған шарасыз күйеу ана әлдебір қайырымды жандардың қолы ұшын созғанын қалайтындай. Нәдірдің жақын сырлас достары бар ма еді? Деді Нұрымов сұрағына мән бере сөйлеп. Қайдам, әйтеуір жастар келіп кетіп жатады ғой. Жақын 3-4 күнде солардың ішінен 15 жас шамасындағы бір жеткіншекті байқамадыңыз ба? 15 жастағы дейсің бе? Иә. Нұрымов қойын кітапшасының арасынан Рауанның суретін шығарып, қарияның көз алдына тосты. Мына бала үйіңізге келді ме? Суретті қолына алып, сығырая қараған кемпір. Бұл бала 3-4 күннен бері біздің Нәдірдің қасында жүр ғой, деді сенімді түрде. Қателесіп тұрған жоқсыз ба? Жоқ, неге қателесейін? Екеуі оңаша бөлмеге кіріп, көп күбірлесіп кеткесін, арттарынан кіріп, ұрсып талғанмын. Күбірлесіп дейсіз бе? Иә, сөз арасында. Мылтық дегендерін құлағым шалып, қараптан қарап зәрем ұшты. Екеуіне ұрсып тұрып, көзімнің жасын сығып та алдым. Әңгіменің жалғасы келесі бөлімде. Тыңдағандарыңыз рахмет.